бағытында да үнемі қолданамыз. Сол бізге жасанды интеллект мен өзімнің мамандығымды таңдауға көмектесті. Яғни мен қазір гендік инженерия мамандығын таңдап отырмын. Бірақ қазір жасанды интеллект арқылы менің күмәнім кетіп қалды. Жасанды интеллект адам өмірін өзгертеді, ауруларды емдеуге және мүмкіндіктерді ашуға көмектеседі. Мен көбірек үйренген сайын күмәнім кетті. Оның орнына қызығушылық пен сенім пайда болып бастады. Қазіргі таңда жасанды интеллект деген бұл 21-ші ғасырдағы, осы 25-ші жылдағы қарқынды дамып жатқан бұл үлкен бір ғаламдық өзгерістерді айтуға болады ғой. Енді осы жасанды интеллект туралы мысалға осы макет арқылы қандай өзгерістер жасай аласыздар? Бұл макетті біз әртүрлі сайттар арқылы 3D қылып шығара аламыз. Біз қазір тек бет жағынан ғана көріп тұрмыз, бет жағын біз 3D арқылы ар жағынан көрсетіп, оқушыларға бой жүргізіп жатырмыз. Мысалы, жаңа жасаған сайттың өзінде де бізге ДНК-ның, нейронның қалай жұмыс жасайтынын барлығын дұрыстап көрсетіп берді, 3D арқылы да көрсетіп береді. Сол сияқты жасанды интеллект студенттерге, мектеп оқушыларына көптеген үлес қосып жатыр. Интеллект қатты дамыған еді. Біз сол кезде тек қана кітаппен, дәптерге анықтама жасаумен ғана өтетін едік. Ол кезде мен түсінбейтін едім, қалай жұмыс жасайды, олар қалай қозғалады, олар қандай әсерін тигізеді ағзаға деген сияқты. Ал қазір жасанды интеллект арқылы көп затты түсінуге болады, көп затты меңгеріп алуға болады. Ол көзбен көріп тұрған соң, ол ақпарат миыңда сақталып қалады ұзаққа. Интеллект көп пайдасын алып келеді. Мысалға, біздерге кітапханаға барып келгеннің өзінде көп ақпарат алғанымен үйде екеуміз отырып сөйлесіп, бір сағаттың арасында аз уақытта жасанды интеллект арқылы керек ақпараттарды өзімізге танып біліп алсақ болады. Сіздердің жасап отырған жобаларыңызға сол арқылы терең зерттеуге көмектесіп тұрсыңдар сіздер де екеумізге. Жақсы, енді алдағы жобаларыңызға сәттілік тілеймін. Осындай біздің жасанды